Бүгін сіздермен кездесіп отырған себебіміз қазіргі таңда белең алып тұрған интернет алаяқтық және отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байланысты алдын алу шаралары жүріп жатыр. Алаяқтар соны пайдаланып звондайды, сіздің шотыңыз осындай болып қалды, осындай нәрсе болды, шотыңыз блокталып тұр, соны шығару үшін осындай керек деп алдап, шалқардың өзінде қаншама халық алданып қалып. Алаяқтың құрбаны боласыздар, бұл айтқан жәбірленуші қаншама халық миллиондап сондай нәрсе түседі. Жасыл елдің қызмет атқарушылары бүгін енді осындай бір жаңа Ләйлім айтып кеткендей қоғамда белең алып жатқан тақырыптар, екеуі де бірі отбасылық зорлық-зомбылық, екіншісі алаяқтық. Жалпы бұл түсіндіру жұмысы алдағы уақытта сондай жағдайларға тап болмас үшін сіздерге профилактикалық түсіндіру жұмысын жүргізіп жатырмыз. Түрде де қорғау нұсқамасы қойылады, яғни ол деп тұрғанымыз ерлі-зайыптылар арасында болған түсініспеушіліктен ер адамдарды бір ай бойына ішімдік ішпеуге, басқаша нәрселер жасамауға, әйеліне тиіспеуге, үйіндегі адамдардың берекетін алып, боқтап балағаттауға болмайтын деп бір айға дейін қорғау нұсқамасын қойып, учаскелік инспекторы бар. Біз жаңа отбасын қолдау, отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрес тобының инспекторлары күнделікті барып қадағалап тұрамыз.